Қоянды десе, қояны көп бір ауыл елестейді, бірақ қазір қояндыда қоян емес, ит қаптап жүр. Жарықпен жолға жармаған жұрт бүгін тағы көтерілді. Астананың іргесіндегі ірі ауылдың жыл сайын жауыр болған мәселелері шешілер емес. Шыдам таусылған ауыл халқы әкімге өз талаптарын айтты. Қоян жылы басталғалы қояндының халқы бас көтерді. Айтуларынша бұрынғы әкім және құрылған қоғамдық кеңес ешқандай жұмыс бітірмеген. Ауылдың сол баяғы жарығы, суы, жолы шешілмеген. Бүгін қояндының халқы бас қосып әкімге осы мәселені айтып жатыр. Бүгін амалым жоқтығынан келіп отырым. Қауымдастық жұмыс істеген болса, дәл мұнандай болмайды. Менің көшемде жол да жоқ, свет та жоқ. Қыс болса қалың қардың астында қалатын, көктем шықса су басатын Қоянды ауылы бұл. Құрамында 20-дан астам адамы бар қоғамдық кеңеспен жиі ауысатын әкім қаралар жыл сайын жер сипатып кетеді екен. Жолын көрген жоқ, қаншама ақшалар бөлініп жатыр. Көшедегі светтер, соның бәрі біздің арқамыз. Жоқ, мінеке барлығын көріп тұрсыздар өз көздеріңізбен. Бүкіл мұғалім, бүкіл бюджетте отырғандар бірін-бірі қолдап отыр. Біз халық наразымыз. Мен әкімге 5 күн звондадым, Ақантайға 5 күн звондадым. Қоянды тазалықтың әйеліне 3 күн звондадым. Біреу келіп, көшенің қарын қырған жоқ. Қырған жоқ, мен өзім трактормен қырғыздым. Сәтпаеваның жартысын, Нұрмағамбетованың өзім трактормен қырғыздым. Ауыл тұрғыны сағыныш қосымша ештеңе қоспасам да жарықтың өзіне айына 30 000 теңгеден артық ақша төлеймін. Қоғамдық кеңес мүшелерін жаңартып жұмыс жасамаса, сол баяқ көрген күніміз осы болмақ дейді. Светті көп жейтін себебі, мына бір трансформаторға 5-6 микрорайон байланып тұр. 10 есемі артық есе салмақ түсіп тұр трансформаторға. Сол себептен ол 220 вольт бермейді. 165-190 емес. Ондай вольтта любой мотор техника ұзақ айналады, чөчік ұзақ айналдырады. Содан свет көп жеген сияқты болып тұрады. Әкімнің айтуынша ауылда 3200 адам ғана заңды тіркелген, яғни тұрғылықты мекен жайы бар. Ал негізгі халық саны 40 000-нан асып жығылады екен. 17 жылдың ішінде күрт өскен. Жерді сатып алып, суына, светіне де қарамастан үйдерін салып тастау. Одан кейін бар бізге бала баратын мектебіміз керек, оқуымыз керек, жолымыз керек, светіміз керек деп өкіметтен талап ету. Ол халық болғаннан кейін ол бар жағдай жасалсын деп ойлайды. Бірақ негізгі заң аясында бойынша жол светі, суы тартылған, инфрақұрылым тартылған жерге ғана үй салуға болатын еді. Жұрт жаңа әкім жұрттың мәселесін ғана емес, иттің де мәселесін шешсе екен дейді. Өйткені көше толған қаңғаған ит. Қыста тамақ таппай жүрген олар балаларымызға шабама деп қорқамыз дейді Қоянды халқы. Санат Нұрбай, Айтуған Бағланов, Еуразия бірінші арнасы.